Бірде гүл сатушы қыз қолындағы раушан гүлдерін барлығын дерлік сатып тауысады. Қолында тек бір тал гүл қалады. Гүл сатушы қыз ойланбастан жолдың қарсы бетінде күні бойы жәрдем тілеп отырған қайыршыға осы соңғы гүлді сыйлап өз жөніне кете барады. Қайыршы өзі өз болғалы мұндай оқиғаға жолығып көрмепті. Ол үш ұйықтаса да арманындағыдай ару қыздың өзіне гүл сыйлайтынын ойлап көрмепті. Бұл күні қайыршы үшін күн батыстан шыққандай болады. Қайыршы өмірінде бірде-бір рет өзін аялап, сүйіп көрмепті. Басқалардың да аяулауы мен сүюіне қол жеткіземін деп үміттенбесе керек. Бүгінгі жағдайда оған қатты әсер етеді. Гүлді ала салысымен қала маңындағы өзінің лашығына тартады. Үйіне келген соң сынық құмыра тауып, оған су толтырып, гүлді оған салып қояды. Ол үн-түнсіз гүлге ұзақ қарап отырады. Кенет орнынан атып тұрып, әлгі құмыраны жуып тазалап, мөп-мөлдір су құйып, гүлді қайта салады. Ол іштей, мұндай әдемі гүл қалайша кір-кір құмырада тұрады екен? Мен оны жуып тазалап қойдым деп масаттанады. Қайыршы әсем гүлге тағы да құмарта ұзақ қарап отырады. Ол ақырын қозғалып келіп, гүл құмырасы тұрған үстелді қолымен сипап қарап еді. Шаң тозаңнан көрінбей қалыпты. Әсем гүлдің тұруына бұл үстел лайық емес деп ойлаған ол, үстелді де жуып, айнадай етіп қояды. Гүлге құмарта қараған сайын, таза үстел мен нарттай қызыл раушан сағымы ойнап тұрған мөлдір құмыра мен суға мына былыққан лашық мүлдем сай келмейтін сияқты болып көрінді. Ол бар пейілімен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан күркесін жинастырып, сүртіп, тазалап, әбігерге түсті. Кенет ол өзінің үнемі үңірейіп тұратын бөлмесіне жылулық толып, жайлы өмірді өзіне тым жақын сезінді. Ол бөлменің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің кейпін көрді. Қызыл шұғыла төгіп тұрғандай болып көрінген роза гүліне, таза үстелге, мұнтаздай үйде тұрып ол өзін мүлдем қораш келбетте көрді. Ол шашы өскен, киімінің алба жұлбасы шыққан. Ол бүгінгі бар тапқан таянғанын алып, жуынуға кетті. Өмірінде дәл бүгінгідей рахаттанып көрмеген шығар. Жұқа болса да таза киімін сатып алды. Сақал мұртын қысқартып, шашын тарап, ретке келтірді. Әлеуметтік мұншаның есігінен шығып бара жатып, қабырғадағы айнадан мүлдем басқа адамды, жастық оты жалындаған келбетті жігітті көрді. Мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек деп сұрады өзінен. Бұл оның қайыршы болып жүргеннен бері қарайғы өзіне тұңғыш рет осылайша сұрақ қою еді. Жігіттің рухы әп-сәтте сергіп шыға келді. Ол үйіне келіп мұндағы барлық дүниеге соншалықты риза пейілімен сүйсіне қарады. Екінші күннен бастап басқа жұмыс іздеуге кірісті. Жолы болғыш екен. Жайлы жұмысты да тапты. Күндер зулап, айлар аунап жатты. Бірнеше жылдан кейін ол табысқа жеткен адамға айналды. Үлкен компания құрып, қалталылар қатарына қосылды. Бұл оқиға оны адам жас күнінде өз ішкі әлеміндегі түнекке тұншығып, өмірінің көркем көкжиегін көруден мақұрым қалмауы керек деген ойға жетеледі. Пенде баласы өзіне тиесілі раушан гүлін тапқанша, теңіздегі бағдарсыз малтыққан дәрменсіз сушыға ұқсайтын сияқтанады. Өзіңізге кішкентай өзгеріс жасаңыз. Сіз өзгерсеңіз, сіздің әлеміңіз өзгереді. Егер сіз осы раушан гүлін тапқан болсаңыз, оны басқаларға да беруді естен шығармаңыз.